мынаны білу керек. Мына өмірде күйзеліске түсіп, мына материалдық қиындықтарға тап болған кейбір байлық иелері, мал мүлкі, Алла тағала байлық берген адамдар мынаны түсінсе, көп проблемадан құтылады. Ол истихлаф концепциясы. Жалпы Алла тағала байлықты берген, соған жетуде, мал табуда, байлыққа қол жеткізуде ақыл берген, күш қуат берген, мүмкіндік берген, және соны жаратқан ол Алла. Біз осыны сенуіміз керек, мұсылман ретінде. Лахул мулк, валиллахи ма фис самавати вал ард. Барлық жаратылыс Алланыкі, көктер мен жердегі. Бүкіл мүлік Алланыкі деп сенсек, ертең ол қолымыздан шыққан кезде, яғни сол мүліктің бір бөлігін жұмсаған кезде қайырымдылыққа біз қиналмаймыз, қуана. Өйткені мал мүлік иесі мен емес. Көрдіңіз ба? Ол Алла. Біз тек истихлаф, уақытша иелік етушіміз. Абу Ханифа рахматулла алей саудагер болған. Басрадан Куфаға тауар әкеліп, содан түскен қаражатының бір бөлігін хадис ғалымдарына қайырымдылық ретінде береді екен, көмек ретінде. Сол кезде айтады екен: ла тахмаду иллалла, Алладан басқаға мадақ шүкір айтпаңдар. Бұл менің малым емес, мен Алланың мүлкінен ғана сендерге беріп жатырмын. Алла сендерге беру үшін маған берген деп, осындай бір сөздері бар имам Захабидің еңбегінде келеді. Бұл мен өз іліммен таптым, өз күшіммен таптым деген тұлғалар құрдымға кетті тарихта. Сулейман алейхиссалам секілді: «Хада мин фадли рабби», бұл менің Раббымның кеңдігімен, мейіріммен, рақыммен, жомарттығымен маған келген мал, дүние маған Алла берді. «Хада мин фадли рабби», Раббымның кеңдігі бұл. «Лияблюани», мені сынау үшін. «Ашкуру әм акфур», шүкір етем бе, әлде күпірлік етем бе? Егер мал мүлік, байлық біздің қол жеткізген Алланыкі, шынымен де солай Алланыкі. Алла тағала: «Әнтум тазрауна әм нахну зариун», сендер ме екен әлде біз бе дейді. Көрдіңіз ба? Оны жерге дәнді шірітпей жер астынан шығарған кім? Алла. Оның шығу үшін күнді берген, жылуды берген, жарықты берген кім? Алла. Жаңбыр жаудырған кім? Алла. Көрдіңіз ба? Оны егіп қарайтындай ақыл берген, сана берген, күш қуат берген кім? Алла. Сол үшін Алла тағала айтады: сендер ме еккен, оны еккен нәрсені шығарған, әлде біз бе дейді. Көрдіңіз ба? Әрине Алла. Түптік келген кезде мұсылман адам бүкіл мал мүлік Алланыкі. Соны біз түсінсек, осы нәрсені шынайы түсінсек, терең түсінсек, жалпы байлық, бүкіл біздің қол жеткізген мүлкіміз Алланыкі деп білсек толыққанды, сол кезде біз ертең сол мүлік қолымыздан шыққан кезде қиналмаймыз. Және соны иесінің жолында жұмсаған кезде қиналмаймыз, суицидке бармаймыз. Сол кезде рухани құлдырап кетпейміз. Көрдіңіз бе? Және мақтанышқа салынбаймыз, тәкаппарлыққа, мен байлық иесімін деп. Көрдіңіз ба? Көптеген кеселдерден арылтады бұл сенім.